жақсылығын қуанышын бірге көріңіздер. Қазақ айтады ғой, жаман келіннің екі пышағы, жақсы келіннің үш белгісі болады дейді екен. Жаман келіннің екі пышағы дегеніміз біріншісі қолында, екіншісі тілінде, қолындағысымен наныңды тураса, тіліндегісімен жаныңды турайды дейді. Ал жақсы келіннің үш белгісі дегеніміз жүзінде күлкі, қолында оқтау, тілінде тоқтау болады дейді. Жүзінде күлкісі шаңыраққа, ел жұрты келгенде күліп қарсы алатын мейірім шапағаты, қолында оқтау дегеніміз сол ел жұртқа ұсынатын асы, тілінде тоқтау дегеніміз екеудің ортасында өсек әңгіме айтпайды деген ниет екен. Келін дейміз ендеше, келін дейміз ай.